Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын үй жағдайында ешқандай зиянды қоспасыз майонездің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін ең алдымен бізге күнбағыс майы қажет, және де қант, тұз, горчица, қара бұрыш, лимон шырыны және де бір жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен күнбағыс майына бір жұмыртқаны жарамыз. Одан соң оның үстіне лимон шырынын құямыз, азғантай ғана, және де жаңағы дайындап алған горчица, қант, қара бұрыш, тұзымыздың барлығын салып, блендердің көмегімен жақсылап барлығын араластырып аламыз. Бұған ары кетсе 4-5 минут уақытты алады. Міне, көріп тұрғандарыңыздай осындай қою, керемет үй жағдайында майонезіміз дайын болды. Егер де қатты қою болса, кішкене ғана салқын су қосып жіберсеңіздер болады. Бұл майонез кез келген салатқа немесе басқа да тағамдарға пайдалансаңыздар болады. Өте керемет, сонда жұп-жұмсақ, ешқандай зиянды қоспасыз дайын болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер, барлықтарына ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын.